Егер балаңыз асқабақты жегісі келмесе, онда осы рецептпен пісіріп беріңізші. Сол кезде дәруменге толы көкөністі балаңыз қуана-қуана жеп алатын еді. Ол үшін бізге асқабақ керек, оны ашып тазалаймыз да, енін бірдей етіп турап аламыз. Енді дәмдеу үшін дайындаймыз. Ол үшін зәйтүн майын ыдысқа құйып аламыз. Егер зәйтүн майы болмаса, қарапайым күнбағыс майын да қолдана беріңіз. Оның үстіне шым-шым тұз, жарты ас қасық шекер, жарты ас қасық базилик қосамыз. Бірақ базилик міндетті емес. Және дәмін кіргізетін ең басты қоспасы чеснокты осылай езіп алсақ та болады, немесе пышақпен майдалап турап қоссақ та болады. Барлығын майдың үстіне салып, дәмдеуішімізді араластырып аламыз. Дәмдеуішті асқабақтың үстіне құйып араластырамыз да, ыңғайлы ыдысқа салып, қызып тұрған пешке 200 градуста шамамен 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей асқабағымыз дайын болды. Бұл біздің үйдегі балалардың ең сүйікті асына айналды. Егер видео ұнаса, жүрекшені басып, қолдау көрсетіп қойыңыз.